Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте оңай салат дайындаймыз. Ол үшін бізге суға піскен свекла керек. Осылай теркіден өткізіп аласыз. Сосын менде бір свекла и бір дана чеснок. Және чеснок қостық. Содан кейін укроп қосамыз. Укроп немесе петрушка. Содан кейін майонез салып, барлығын жақсылап былғаймыз. Өте дәмді және витаминге толы салат дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер.